Ассалаумағалейкум достар. Сонымен біз бүгін ағылшын тілі 0-ден бастап 15-ші сабағына келіп жеттік. Сабақты бастамас бұрын сіздерге айта кетейін, біздің каналымызда әлі көптеген пайдалы видео сабақтар шығатын болады. Сондықтан міндетті түрде каналға жазыла кетіңіздер, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Ал енді сабақты бастайық. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, ағылшын тілін үйреніп жүргендер, достар, қалдарыңыз қалай? Ағылшын тілін үйреніп жүрсіздер ме? Бүгінгі сабағымыз this, that, this, those сілтеу түсініктерін қайталайтын боламыз, жаттығулар істейтін боламыз. Яғни былайша айтқанда практика. Бүгінгі сабақ практикалық сабақ. Сонымен бастайық. Мен қолымда дәл қазір қарындаш бар. Қарындаш ағылшынша pencil. Енді мен бұған байланысты қазір сөйлемдер құрайтын боламын. Сонымен қолымда қарындаш. Мынау қарындаш деген ағылшынша this is a pencil. This is a pencil. Енді қарындашты мен ана жерге қоямын. Яғни that is a pencil. That is a pencil. Яғни анау тұрған қарындаш. Ол дәл қазір қасында тұрған жоқ. Міне осы жерде тұратын болса, ол яғни that деп қолдануымыз керек сілтеу өсімдігімен. Енді менің қолымда бір емес, екі қарындаш бар. Яғни олар көпше түрі, екі қарындаш. Міне мыналар қарындаштар деп мен былай айтамын. These are pencils. These are pencils. Яғни мыналар қарындаштар. Енді мен бұны бүйтіп алысқа қоям. Сол кезде those are pencils. Those are pencils. Яғни анау тұрғандар қарындаштар. Өздеріңіз байқағандарыңыздай this дегеніміз мынау, that дегеніміз анау, these дегеніміз мыналар, көпше түрі those дегеніміз аналар. Енді сұрақ қойғанда қалай қояды екенбіз? Is this a pencil? Is this a pencil? Яғни мынау тұрған қарындаш па? Мынау тұрған қарындаш па? Yes, it is. Yes, it is. Яғни, бұл қарындаш. Енді мен бұлай сұрақ қоям. Ағылшын тілінде қаламсап дегеніміз ол pen. Сонымен, is this a pen? No, it isn't. Is this a pen? No, it isn't. Яғни, жоқ, бұл қаламсап емес, бұл қарындаш. Көрініп тұр ғой сіздерге. Енді, is that a pencil? Yes, it is. Is that a pen? No, it isn't. Дәл солай. Енді мен қолымда екі қарындаш бар. Енді мен дәл жаңағыдай сұрақ қоямын. Are these pencils? Are these pencils? Яғни, мыналар қарындаштар ма? Yes, they are. Yes, they are. Бұлар қарындаштар. Енді мен мына жерге қойып қоям. Бұлай сұрақ қоямыз енді. Are those pencils? Are those pencils? Яғни, анау тұрғандар қарындаштар ма? Олар қарындаштар. Мен yes, they are. Yes, they are. Енді мен бұлай сұрақ қоям. Are these pens? Бұлар қаламдар ма? Қарындаш емес. Бұл қаламдар ма? Are these pens? No, they aren't. No, they aren't. Яғни бұлар қарындаштар. Қаламсап емес, бұлар қарындаштар. Нетіп қоям. Are those pens? Are those pens? No, they aren't. They are pencils. Достар, сонымен бүгін біз сілтеу өсімдіктерін қайталап шықтық. This, that, these, those. Яғни, жекеше және көпше түрде сұрақ қойдық, сұраққа жауап бердік, болымды, болымсыз түрде. Көргендеріңізге көптен көп рахмет. Менің каналыма жазылыңыздар, ағылшын тілін оқыңыздар, сау болыңыздар.